17-ші трек. Сентябрьдің 13-ші күні біз осы өрдің етегіндегі көл жағасына түнедік. Күні бойы тасынып әлек болсақ та өр басына шығып үлгіре алмадық. Сөйтіп керуеніміздің бір бөлегі төменде қалды да, бір бөлегі Зауқы шатқалының басындағы саздау үстіртке түнеп шықты. Біздің тасымалдауымызды бәрінен бұрын сол күнгі толастамай жауған қардың өзі қиындатып жіберді. Жүк теңдеген жылқыларымыз бен түйелеріміз дымқыл тасқа сырғанап, кейбірі тайып құлап, тіпті сонау төмендегі қостарымызға дейін домалап, күл талқаны шығып өліп те жатты. Бұл өрге шығарда керуеніміз 5 түйесі мен 2 атынан айырылды. Қырғыздар бізге Зауқы шатқалынан Теректі Дауанға дейінгі байтақ жерді бір биік таулы салқын өлке деп таныстырған болатын. Қашқардан 50 шақырымдай жерде орналасқан. Бұл өлкені олар жерінің биіктігіне бола сырт деп атап кеткен. Қырғыздар мен қашқарлықтар ол жақта қысы жазы бірдей қатты суық боп, жаз ортасында қар жауады. Ұзақ боран соғып, керуен жолын бірнеше күн бөгеп жүргізбейді. Және әсіресе сол бораны қауіпті. Өйткені керуен жолының бүкіл өн бойында малдың кепкен қиынан, яғни тезектен басқа отын болмайды, деп бізге сырт жайында талай рет айтқан еді. Олар бізге сырттың ауасы тыныс тарылтып дем алғызбайды. Адамдар мен көліктер түтектен қырылып та қалады деді. Түтектен сақтану үшін тамақты тартына ішіп, сарымсақты неғұрлым көп жеу керек деп ақыл берді. Осы сөздерге қарағанда мен сырттың өзі біркелкі болмағанымен, недәуір биік, асқар таулы өлке ғой деп ойлаушы едім. Шынында да Зауқы шатқалының жоғарғы жағы, әсіресе оның дәл басталар жеріндегі үстірті өте суық екен. Онда күні түні бірдей қар жауып тұрды. Түнге қарап сәл аяздатып су бетіне қабыршақтанып мұз қатты. Кейбір жерлер тоңазып қалды. Айнала мәңгі қар жамылған асқар таулар. Бұл жерде біз ауасы ауыр болып тынымсыз тарылғанда еш нәрсе сезе қойғанымыз жоқ. Сентябрьдің 15-і күні біз осы қонақ сүймейтін қайырымсыз өлкеге келіп кірдік. Күн салқын болатын. Керуен бірнеше көлдері бар, жері саздау келген алаппен жүре отырып, Жетім асу жотасының оңтүстік бауырына келіп қонды. Бұл асудың өзі айналасындағы алаптардан биіктігі шамалы еді. Сөйтсе де оны дәл етегіне дейін қар басып жатты. Асудың орта деңгейіндегі кішілеу бір көлдің беті мұз құрсанып қатып қалыпты. Көл аңғарын қалың, мәңгілік қар басып жатты. Біздің жолымыз осы көлдің жағасымен өтті. Асудың төбесінде ызғарлы суық жел соғып, реомюр термометрі 3 градус суықтықты көрсетті. Термометр ауаның ыстық суығын өлшейтін аспап. Реомюр сол аспапты ойлап шығарған кісі. Біздің керуеніміз өткен Жетім асу жотасы Тянь-Шаньның ең биік жері. Келесі күні біз Сырдария өзенінің басындағы нарын мен көлемі 12 шақырым келетін Тарағай үстіртінен өтіп, Жаужүрек тауының кіреберісіне түнедік. Сентябрьдің 17-сі күні керуеніміз суы тартылып, құрғап қалған бір өзеннің арнасымен жоғары өрлей отырып, түсеберісі тіп-тік құлама қия жарлы шақыр қорым ауасынан зорға өтті. Бұл асудағы таулардың топырағы жыл сайын су шайып, жуып кетіп отыратын ұсақ конгломерат болып келеді. Конгломерат түрлі минералдардан құралған тау жыныстарының қосындысы. Бұл жерде тастақ жер деген ұғымда алынған болу керек. Бұл жерде керуеніміздің 200-ге жуық қойы шыңдарға шығып, биік жардан құлап өлді. Кешке қарай күн жылынды. Сентябрьдің 18-і күні Келінтайғақтың қауіпті қия жары және қар жамылған адырлы күбергенті үстіртінен өттік. Ақсуға барып құйылатын бірнеше ұсақ өзендердің басы осы жерден басталады. Жолымыз батысқа қарай ағып жатқан Қалмақұшақ деген кішкене бір өзен алабына қарай беттеді. Сентябрьдің 20-сы күні аласалау келген Годжге ауысуынан өтіп, 21-і күні Шадыртас шоқысының етегін жағалай отырып, Ақсай өзенінің алабына шықтық. Ақсай күншығысқа қарай ағады да төменгі жағында Көкшал деп басқа атпен аталады. Шадыртас шоқысының маңында жолымыз Ақсайдың оң жақ бетіне өтіп, Көкқия тауының етегін жағалай, оңтүстік батысқа қарай беттейді де, Қызылсу деп бәрі бір атпен аталатын бірнеше ұсақ өзендерден өтеді.
Керуеніміз 4 күн ұдайы осы жолмен жүріп отырды. Қызылсу өзендерінің терең сайлы арналары жүрісімізді бөгеп, ауырлата берді. Сентябрьдің 26 күні біз оңтүстікке қарай бұрылып, Тянь-Шаньның оңтүстік беткейі болып саналатын Теректі Дауан тауларына жеттік. Ақсай үстіртінен Теректіге дейін көтерілетін өрдің өзі онша биік болмағанымен, түсе берісі Зауқы шатқалынан да ұзын, тіпті шұбап таусылмайды. Ыстықкөл аңғарындағы Жеті Өгіз өзенінен Теректі Дауан тауларының шыңына керуеніміз 175 шақырым жер жүріп, арада 11 қонып кетті. Зауқы шатқалының бас жағындағы биік Белес пен Теректі Дауанның арасы кең байтақ таулы өлке. Бұл өлкені талай аңғар алаптар көлденеңінен кесе өтіп жатады. Ақсай өзенінің жоғарғы жағындағы Шадыркөл атты тау көлі мен Ақсайдың оңтүстікке қарай бұрылып, Кіші Бұхара жазығына шығатын жеріндегі Көкқия шатқалының екі арасы таулы сырт өлкесіндегі ең аумақты кең үстірт деп есептеледі. Бұл жердің асулары недәуір қиын болғанымен түйемен өтуге болады. Суы да көп, бірақ тезектен басқа отыны жоқ. Сірә тағдыр біздің жолымызды әр уақытта да оңғарып отырған болу керек. Күн недәуір суық болғанымен ашық болып тұрды. Тек Геджиге асуында ғана қарлы боран соға түсіп, кешке таман басылып қалды. Жүрген жолымызда Алатау қырғыздарының ауылдары мен жол тосушы қарақшыларына кездескеніміз жоқ. Заукіден шығып, екінші қонаға жерімізге жеткенде қасымыздағы қырғыздарымыз біздің алдымызда 2 күн бұрын өтіп кеткен жаңа керуен ізін байқаған болатын. Ал біздің қашқарлықтарымыз сол керуеннің түнеген жерінде қалған аттың өлігін түр-түсімен танып, оның баяғы текесте қалған керуен екенін бірден білді. Олар жедел жүріп отырыпты және сақтық етіп, түнеген жерлерінде отта жақпапты. Біз де сақтық шараларын қолдана жүрдік. Керуенге жолдан қосылған қырғыз жолаушыларын біз ауылдарының тұсынан өтіп, қуғын шықса қуып жете алмастай алыстап кеткенімізше қасымыздан жібермей ертіп отырдық. Асулардың әлсін әлі кездесуінен, күннің суықтығынан көліктеріміз әбден болдырып титықтап қалды. Арықтап, аяғын жарадан баса алмай қалған аттарымыз бен түйелеріміздің күн сайын біреуін, кейде тіпті бірнешеуін жолай тастап кете бердік. Сөйтіп Қашқарға 101 түйеден 36 түйеміз ғана келіп жетті. Теректі шатқалының биіктігінен Қытайдың Ислық деген бекетіне дейін 60 шақырым, ал Қашқардың өзіне дейін 135 шақырым деп есептеледі. Шыққан сапарымыздың негізгі нысанасына осылай жақындап келгенімізде біздің басымызға жаңадан үлкен бір қауіп төнді. Бұл кезде Теректі шатқалында Шоңбағыш руының қырғызы, Қашқар керуенінің тажалы, атақты Атеке Қарақшы көшіп қонып жүрген болатын. Ол тап біздің алдымызда ғана Ақсудан Қашқарға баратын үлкен жолдың үстінде Қытай бекетінің дәл қасында қазына керуенін қиратып талап кеткен екен. Керуеніміздегі қашқарлықтардың берген кеңесі бойынша біз керуен келгенін мәлімдеп және бізді қарсы алу үшін алдымыздан бірнеше әскер жіберуін өтініп, қоғандық ақсақалға хабаршылар жібердік. Қырғыздар жөнінде қауіптенуіміз дұрыс болып шықты. Біздің шатқалға кіре беруіміз ақ мұң екен, топ-тобымен жүрген қарулы қырғыздар да көріне бастады. Бұл қырғыздардың Қоқан ханының өкіміне бойұсынатынын айта кетуіміз керек. Сондықтан Қоқан хандығының қол астына қарайтын сауда керуендеріне анда-санда ғана болмаса, онша көп қысым жасай бермейді. Бірақ оның есесіне қашқарлықтар мен татарларды өздерінің басыбайлы құлдарындай көреді. Қырғыздар бізді татар деп ойлады. Бірақ солай бола тұрса да, бізден небәрі 8 қызыл былғар алды. Ал енді біздің алдымыздағы керуенге бөгелмей өтіп кету үшін орасан көп ақы төлетіп, және 500 қойын ұрлап айдап кетіпті. Бізге келгенде олардың бүйтіп азға місе тұтып қанағат етулерінің себебі бар екен. Сөйтсек, алдымызда өткен керуен өздерінің соңында 200 орыс әскері келе жатыр, және түйелеріне теңдеп артқан сандық қару-жарағы бар деген лақап таратып кетіпті. Біз оны кейін естідік. Осы лақапқа байланысты үлкен жолдың бойында отырған ауылдар Қапталдағы қапсағайларға көшіп кеткен екен. Барып тұрған барымташыл, өжет қырғыздардан осылайша оңай құтылып, керуеніміз қауіп-қатерге енді ұшырамайтындығына көзі жеткендей-ақ, күннің жылы шуағына рахаттанып, асықпай жаймен жүріп келе жатты.
Теректі шатқалына кіргеннен кейін жаз қайтадан басталды. Күн жаймашуақ жылы болып, өзен жағалауы терек, барбарис пен роза бұталары әрқилы шілік қаптай өскен жасыл нулы тоғай боп кетті. Сол екі ортада қырғыздардың да ақылы кіреді. Ақсайға жіберген барлаушылары жуық маңда ешқандай орыс отряды жоқ екенін анықтап қайтады. Алданып қапыда қалған қырғыздар бізді қуып жетпек болып қайтадан аттанады. Керуеніміз ең соңғы көкқия асуына жақындай бергенде соңымыздан атой салып ұрандап келе жатқан дауыстар жаңғырығып қоя берді. Бір топ қырғыз бізден шауып озып, алдымыздағы асуды басып алды. Бұдан кейін біздің керуеніміз қорғану әрекетіне кірісті, бірақ қырғыздардың қарасы бірден бірге көбейіп ұлғая берді. Алдымыздағы асуды басып алғаннан кейін қырғыздар біздің қарсылық көрсетуімізге мүмкіндік бермей қойды. Сондықтан біз келіссөздерін бастағанды абзал көрдік. Қырғыздар бізден тайтайлап қызылшыға, мақпал, шыт, былғар және басқаларын талап етті. Нақ осы қиын қыстау шақта Қашқардан жіберілген қоқандық 5 әскерде келіп жетті. Олардың келуі сағы сынған керуеніміздің рухын көтере түсіп, біз сол қоқандықтардың болысуымен жыртқыш қарақшыларды лезде-ақ қуып жібердік. Ақсақалдың ерекше мейірбандығының белгісі ретінде беріп жіберген шапандары бізге тоқсаба өз қолымен кигізіп, ақсақал датқаның игі ықыласын білдіріп, жазған хатын керуен басына табыс етті. Тоқсаба әскери шен. Сентябрьдің 27-сі күні біз Қытай империясының шекарасынан өтіп, шатқалдың кіреберісіндегі Қытай бекетіне 50 құлаштай жерге келіп тоқтадық. Бекетті 4 бұрышында 4 мұнарасы бар балшық дуалмен қоршап, қақпасының алдына тұт ағаштары мен теректер отырғызыпты. Қытай жеріне кірген керуендерді бақылап, адамдары мен түйелерінің аттарының санын қағазға тіркеп, жазып отыратын офицері бұл жолы бекетте жоқ болғандықтан, біз күн ерте болса да бекет маңында қонып, келесі күнгі сағат 12-ге дейін сол жерден қозғалмай офицердің келуін күтіп жаттық. Ақырында сол офицердің қызметін атқарушы Бошко қоқандықтардың талап етуі бойынша және азынаулақ сыйлық алғаннан кейін керуеніміздің қозғалуына рұқсат етті. Қашқарлық тілмәш біздің аты жөніміз бен қызметшілеріміздің, түйеміз бен жылқымыздың, қойларымыздың санын жазып алды. Тілмәш өзіне сыйлық бергенімізге өкпелеген болу керек. Өйткені қоқан әскерлері мен керуен басы бізді әндіжандықтар деп тұрса да, қасақана татар деп көрсетіпті. Оның үстіне адам саны 57 кісі деудің орнына 14 кісі деп жазыпты да, басқа адамдарын көрсеткілері келмеді деп ескертіпті. Осы өтірігінің үстіне тілмәш бізді шетінен мылтық асынған 100-ден астам кісі деп бөсіпті. Бекеттен әрі шыққан соң керуеніміз өңкей бір сайсалалы өр жерде бір ойдым-ойдым болып қаптап тұрған тікенді жантақтан өзге дым өспейтін құнарсыз жерлермен жүріп отырды. Алдымызда аласалау келген құмды адырлар тізбегі көрініп тұр. Бұл саз топырақты жыныс қабаттарынан жаралған өсімдіксіз жалаңаш адырлар тізбегінің ар жағында үстіңгі артыш деп аталатын бір топ селендер кездеседі. Артыш немесе тойын деп аталатын өзеннің бойындағы бірнеше қыстақтардың бәрін бір атпен, яғни үстіңгі артыш деп атайды. Үстіңгі артыш қыстақтарының әрқайсысында 30-дан 50-ге тарта бау-бақшалы балшық үйлер бар. Құнарсыз бетпақ шөлдегі бұл қыстақтарды өзінің салқын саясына алып, жасыл қырмызыдай құлпырып тұрған шоқ-шоқ тоғайлар ғажайып тамаша әсер етеді. Біз Игзек қыстағының маңына түнеп, келесі күні сентябрьдің 29 күні Үшбұрхан шыңының түбінде Артыш өзенінен өттік. Өткел маңындағы саз топырақты шыңның жоғарғы жағында 3 жерден үңгір қазыпты. Ол үңгірлері күні бүгінге дейін бұзылмай келген. Жергілікті адамдардың айтуларына қарағанда, бұл мәжусилік заманының қалдығы көрінеді. Және осы шыңның ішінде табынатын құдіреттерінің тұрпаттары қойылған ғибадат орны бар дейді. Үшбұрхан шыңындағы үңгірлерге кіру мүмкін емес. Сондықтан оны зерттеу мәселесімен ешкімде шұғылданбайтын сықылды. Біз келесі бір саз топырақты дөңнің басына шығып, Қашқарды айнала қоршап, алыстан көкшіл тартып тұрған қала маңының бау-бақшаларын көзіміз шалды. Кеш түсе керуеніміз шаһар маңына жетіп, Қашқардан 12 шақырым жердегі Куфала қожаның зираты жанына келіп шатыр тікті.
Керуенбасы қасына біздің бірнеше жолдастарымызды ертіп, ақсақалға сәлем бергелі жүріп кетті. Біздің алдымызда ғана келген керуеннен тараған қисынсыз лақаптар мен бекеттің мәлімдемесі Қытай үкіметінің шынымен-ақ зәресін алған көрінеді. Қытай генералы мен Хәкімбек, жергілікті бас әкім, керуенді тінтіп, тергеу жүргізу үшін тәжірибелі әкімдерін жіберді. Жұрттың айтуына қарағанда, бекеттен мәлімдеме келгеннен кейін қаланың қорғандарына сақшылар қойып, салт атты күзетшілер түні бойы қала маңын қорып шығыпты. Біздің керуен басымызды өз басы өте жақсы білетін Қоқан ақсақалы жергілікті үкіметтердің дүрлігуіне мүлдем құлақ қоймай, біздің өкілдерімізді өте жылы қарсы алып, керуенімізге өзінің баласы мен зекетшісін, баж салығын алатын әкімін жіберіпті. Қоқандықтар біздің қойларымызды санап, зекет алып жатқан кезде Қашқар әкімі келді. Бізбен біраз сөйлесіп, жүктерімізді көріп, қостарымызды аралап шыққаннан кейін, бұл әкім кідірместен Қашқарға қайтып кетті де, шабуыл болады деп дүрліккен қалаға тыныштық орнатты. Зекетімізді беріп болғаннан кейін келесі күні малымызды тозғын қыстағына қызметшілерге айдатып жібердік те, өзіміз тауарымызбен бірге қалаға жүріп кеттік. Бізді қарсылап, алдымыздан шыққан, шетінен қытайша киінген бірнеше Қашқар әкімдері бізге орта жолда кездесті. Олардың ішіндегі недәуір үлкенірек қызметтегі Исмайыл деген бір бегі жүктерімізді шешіп, сандықтардың ішінде не бар екенін көрсетуімізді талап етті. Олай болмаған күнде керуенімізді кейін қайтарамыз деп қоқан-лоққы жасады. Күн кешке айналып, сағат 8 болған кез еді. Сондықтан бектердің әмір етуі бойынша біз жүктерімізді келесі күн таңертең көрсетпек болып, сол маңдағы Мусуй деп аталатын мал азығы егілген жерге қонуға ыңғайландық. Кешкі шай мен ас үстінде әңгімелесе отырып, біз өздеріміздің тергеушілерімізбен келісімге де келіп қалдық. Қоқан зекетшісінің көмегімен және өзіне сыйлық тартып, ақыры Исмайыл бекті жүктерімізді өз алдына бөлек ақтарып, қарамайтын етіп көндірдік те, Қоқан таможнясында баж салығын төлеген кезімізде амбайн тағайындаған бір әкім болуын сұрадық. Ертеңіне Исмайыл қалаға қайтып келген керуеннің Семейде сауда істейтін әндіжандықтардың керуені екеніне бастықтарын сендіріп, Семей керуендерінің бұдан бұрын талай рет келіп кетіп жүргендерін мысал етіп, біздің керуеніміздің қалаға кіруіне рұқсат алып берді. Қалаға жақындап келе жатып, біз бір ағаш көпір арқылы Түмен өзенінен өте жүрдік. Қала балшықтан соққан биік қорғанның ішінде екен. Алыстан қарағанда бұрыш-бұрышында Қытайдың құрылыс өнеріне еліктеп салған жеңіл мұнаралары бар қорғаны ғана көрінеді. Үйлері мен бақтары қорғанның тасасынан көрінбейді. Қақпаға жақындай бергенде жолдың екі жағын ала аллея тәрізді тізіліп тұрған көп бағаналарға кездестік. Ол бағаналарға 1857 жылғы көтерілістен кейін өлім жазасына бұйырылған қылмыстылардың бастарын іліп қойыпты. 1858 жылы октябрь айының 1 күні Қашқар мен Қоқан әкімдері бастаған керуеніміз Қашқар қаласына келіп кірді. Қақпа алдында бізді біраз кідіртті. Әкімдер Хәкімбекке барып, ақырында қалаға кіруге болады деген хабар алып қайтты. Біз оңтүстік-шығыс жақтағы қақпадан кіріп, таможнясы, яғни зекетханасы бар Әндіжан сарайына қарай тура тарттық. Біздің тауарларымызды тексерген кезде, ақсақал мен екі Қашқар бегі, есік ағасы мен өзіміздің Исмайыл досымыз қатысты. Есік ағасы деген сөздің түсінігін Шоқан Уәлиханов кейініректе берген. Ақсақал өте кішіпейіл болып, бізді үйіне қонаққа шақырып, хан уәкілі ретінде бізге мықты қорғаныш болатындығын білдірді. Қашқар әкімдері біздің темір күректерімізге өз тарапынан ерекше көңіл аударып, амбайнға көрсету үшін біреуін ала кетті. Жергілікті өкіметтердің күдіктенуі ақсақалдың назарын онан сайын күшейте түсті. Өйткені қоқандықтар 1825 жылдан бастап Қашқарда болған көтерілістердің бәріне де қатысып отырған болатын. Келесі жұма күні бізді Хәкімбектің кеңесіне шақыртып, біздің кім екенімізді, қай жақтан және не үшін келгенімізді тәптіштеп сұрай бастады. Сөйтіп берген жауабымызды жазып алды да қайтарып жіберді.